Мен бұл демалыстарда Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» деген тақпағын жаттап алдым. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмір алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білесің, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Айтып, оқулық, саған білім жемісін, оқулығын береді. Талай адам сол үшін маңдай терін төгеді. Оқулықты құрметте, күтіп ұста кірлікпен. Кішілерге табыс ет, дақ түсірмей бірді және де мен бұл демалыстарда Асқар Тоқмаханбетов сыбырлақ деген тақпақты жаттап алдым. Бір бана бар сыбырлақ, аузы мұрны жыбырлақ, әсте тыным таппайды, құлағына сыбырлап, өзі де түк ұқпайды, отырғанда дыбырлап, таңдатпайды басқаға, шыға қалса тақтаға. Аузы ашық қамылдап, түк айта алмай ыңылдап қалды деп бір сыбырлап, бостан босқа жыбырлап.